Саламатсыздар ме оқушылар? Бүгінгі тақырып алгебралық бөлшектерді көбейту, дәрежеге шығару және бөлу. Сабақтың мақсаты алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді үйрену. Бірінші, көбейтуді қарастырайық. Екі алгебралық бөлшекті көбейтейік. А бөлінген Б көбейту С бөлінген Д. Бұндай көбейту орындау үшін біз бөлшектің алымын алымына көбейтеміз. Нәтижені бөлшектің алымына жазамыз. Бөлшектердің бөлімін бір-біріне көбейтіп, нәтижені бөлшектің бөліміне жазамыз. Екінші, дәрежеге шығару. Бұдан А жақшаның сыртында М дәрежесі. Бөлшекті дәрежеге шығару үшін оның алымы мен бөлімін дәрежеге шығарып, бірінші нәтижені бөлшектің алымына, А-ның М дәрежесі, екінші нәтижені бөліміне, Б-ның М дәрежесі деп жазамыз. Үшінші, бөлу. Бұдан А бөлінген Д-дан С. Рационал бөлшектерді бөлу үшін бөлінгіш бөлшекті бөлгіш бөлшектің кері бөлшегіне көбейту керек. Яғни, бірінші бөлшекті өзгеріссіз қалдырайық. Бөлуді көбейту таңбасына ауыстырамыз. Екінші бөлшектің алымы мен бөлімінің орын ауыстырамыз. С-дан Д. Содан кейін бірінші ережеге сүйеніп, көбейтудің алымын алымына көбейтеміз. А көбейтуді бөлімін бөліміне көбейтеміз. Б көбейту С. Мысал қарастырайық. Оқулықтың 240-шы беті номер 40-2. 9 бөлінген 2А көбейту 5А бөлінген 3. Көбейтудің ережесі бойынша алымын алымына көбейтеміз, бөлімін бөліміне көбейтеміз. Соңғы бөлшекті қысқартуға болады. 9 бен 3-ті қысқартайық. Олардың ең үлкен ортақ бөлгіші 3. 9-ды 3-ке бөлсек 3. 3-ті 3-ке бөлсек 1. 1-ді жазбаймыз. 5 пен 2-ні қысқарта алмаймыз. А мен А әріптерін қысқартуға болады. Сонымен, бөлшектің алымында 3 көбейту 5-ті көбейтейік. Нәтижесі 15. Бөлімде 2 саны. Жауабы 2-ден 15. Бөлуге көшейік. Номер 40-3-тің екіншісі. 12p квадрат бөлінген 7d-ның 4 дәрежесі. Бөлу. 6p куб бөлінген 35d квадрат. Бөлудің ережесі бойынша бірінші бөлшекті өзгеріссіз қалдырып, екінші бөлшекке кері бөлшек жазамыз. Алымын алымына көбейтейік, бөлімін бөліміне көбейтеміз. Соңғы өрнекті қысқартамыз. 12 мен 6 қысқарылады. 12 бөлу 6 2.
6 бөлу 6 1. 1 жазылмайды. 35 пен 7-ні қысқартайық. 7-ге. 35 бөлу 7 5. 7 бөлу 7 1. Бірдей әріптерді қарастырайық. P квадрат және P куб. Кіші дәрежесін толығымен қысқартамыз. Үлкен дәрежесінен 3-тен 2-ні азайтамыз. Қалады 1. Келесі. D квадрат пен D-ның 4 дәрежесін қысқартамыз. D квадрат толығымен қысқарылды. Ал D-ның 4 дәрежесінен 2-ні азайтып, нәтижесіне 2-ні жазамыз. Бөлшектің алымында 2 мен 5-ті көбейтейік, шығады 10. Бөлімінде D квадрат көбейту P. Өздік жұмысы номер 40-та 2-ның 2, 3, 4-ті, номер 40-та 3-тің 4-5 тапсырмалары.